Өкпедегі киста 4 айда жоғалып кетеді дегенге сенесіз ба? Мен бүгін соған сендім. Сіздерді де сендіруге тырысамын. Неге? Өйткені мен көз алдындағы болған оқиға. Бір көршімде, есімін атамай қояйын, көп жылдан бойы өкпесінде киста болған. Көп жылдар бойы аптеканың, врачтардың берген дәрілерін қолданып, қаншама терапиялардан өтіп, қаншама ем қабылдаса да, ол өкпесіндегі киста өспесе азайған жоқ. Конечно, зардап шегуді өте көп зардап шекті, өйткені иммунитетін әлсір етті. Бір тұмауратса, ол тұмауы айлап, 2-3 айлап бойы сол жөтелі қайтпай, сол тұмауы қайтпай, көп жылдар бойы осы кистаның зардабын шеккен кісі болған. 7 жыл бойы осы кистадан құтылмаған менің көршім қазіргі таңда соңғы анализдерін бар тапсырып, ЭКГ-ға түсіп, полный комплекс анализдерін тапсырған кезде, өкпесін түсірген кезде, ол кистаның жоқ екенін анықтап, врачтардың өзі де кәдімгідей шок болып қалды. Ол кісі не істеді? Ол кісі бар жоғы істегені біздің супернова кремді тілдің астына салып сорды, және де өкпесіне полностью кеудесіне зона декольтеге жақты, және де ол кісінің осындай біздің саумал деген продукцияны 3 ай бойы ішті. Бар жоғы 3 ай осы саумалды ішіп, 4 ай кремді жағып, уже неге баратын уақыты болған кезде, тексерілуге баратын болған кезде, ол кісінің анықтағаны енді шок, кәдімгідей, даже тек қана мен көрші апайымды емес, көптеген врачтардың өзін шокқа келтірді. 4 ай бойы ол кісіден неше түрлі аузынан қақырықтар шыққан, мұрнынан шыққан, көп жылдар бойы застой болып жиналып қалған өкпесіндегі неше түрлі нәрселер шығып, кистасы да ыдырап кетіп, қазіргі таңда ол кісінің жағдайы өте керемет. Егер де сіздерде супернова кремді қолданатын болсаңыздар, көптеген кистаның алдын аласыздар. Ал если уже кисталарыңыз бар болса да, ол обязательно өкпеде емес, қандай кез келген жерде де кистаңыз бар болса, бауырда, бүйректе, асқазанда, маткада, ол разница жоқ. Любой жердегі кистаны да біздің супернова крем рассасывать етеді. А біздің саумал оған ағзаңызға күш беріп, ол ағзаны сол аурумен күресуге көмегін тигізеді. Біздің продукцияларды қолданған адамдардың бір ауыздан айтатыны тек қана рахмет.